Қонақтарға дастархан дайын бар. Туыстар кәскеп қалады. Ештеңе әзірлеген жоқпын. Бөтен емес, жақындарыңыз ғой. Үйде не бар, соны жей салады да. Бірдеңе дайындамайтын болсаң, неге кеш айтпадың? Кәскеп қалады. Енді не істейміз? Оларға қоңырау шалып, келмесін деп айтыңыз. Бітті сонымен. Бөтен емес, туған туысқандарыңыз ғой. Сүннет деген ойдамын. Саған сөзімді қор қылғым келмейді. Алла кешірсін сені. Ашық кіре бер. Ашық дедім ғой. Қызым. Пап, мам, қалайсыздар? Ой, аман есен. Күйеу бола қайда? Қазір бір жерге шығып кеткен еді. Келіп, отырыңыздар. Мынаны қоя сал. Кеше өзі қонаққа шақырып, енді өзі жоқ болғаны қызық болды. Сіздер отыра тұрыңыздар. Мен қазір шай құйып келем. Үйдегі барымен жақындарымды күте алмаймын. Жоқ, оларға тура келмейді. Күйеуімнің туыстары болғанда бір мәнісі болар еді. Бірақ өз туыстарым емес. Қалайша өз туыстарыма көрімсіз дастархан жай алам? Да. Алло. Неге үйге менің туыстарымды шақырғаныңызды айтпадыңыз? Сен туыстарым мен менің туыстарымның екеуінің не айырмашылығы бар? Өтінем сізден. Дастарханға қоятын үйде ештеңе жоқ. Ештеңе даярлаған жоқпын. Дайын тамақ сатып ала келіңізші. Мен қазір үйден ұзақтамын. Сосын олар бөтен емес. Сенің туыстарың. Менің туыстарыма бермекші болған үйдегі бар нәрсемен оларды да қонақ етті. Бұл саған өмірлік сабақ болсын. Менің де туыстарымды құрметтеу